Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 1-ші бөлім. 1-ші сабақ, сабақтың тақырыбы тіл және сөйлеу. 1-ші тапсырма, сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Және де төменде сұрақтар берілген, осы сұрақтарға жауап беру керек. 1-ші сұрақ, сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу бір-бірімізді түсіну үшін қажет. 2-ші сұрақ, ол не арқылы жүзеге асады? Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады. Енді мына төмендегі сызбаға сұрақ қойып, және де оған жауап береміз. Тіл арқылы не істейді? Тіл арқылы сөйлеседі, тіл арқылы хабар береді, тіл арқылы пікірлеседі, тіл арқылы білмегенін сұрайды, тіл арқылы кеңеседі. 2-ші тапсырма, өлеңді мұқият тыңда. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыр-жымай, қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөтене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп, бәрі де. Өлеңнің авторы Тұрсын Елеусізұлы. Шығармашылық үзіліс. Өлең мазмұны бойынша кейіпкермен сөздерді сәйкестендір. 1-ші, торғай не істеді? Торғай тіл қатты. 2-ші, бөдене қайтты? Бөдене жұмбақ шешті. Қаз не істеді? Қаз әнге бастады. Ақтан қайтты? Ақтан мәз болды. Ал енді осы өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Ойыңмен бөліс. Ақтан құстардың сайрағанына мәз болды. Шынында құстар сөйлей алмайды. Олар өзара түсініседі. Өз ойыңды 3-ші жаттығуда берілген мәтіндегі оймен салыстыр. Соңғы 2 сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Сөйлеу тек кімдерге тән? Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Үлкендерден үйренеді. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың? Ауызша ма, әлде жазбаша ма? Бұл жерде ауызша сөйлеу түрін қолдандың. 4-ші жаттығу, суреттерге қара. Оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат. Қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлерінен жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00-де. Балалар, бұл жерде қыркүйектің деп жазылған, яғни ауызша айтылғанда қыркүйек деп айтылады, ал жазбаша жазған кезде қыркүйек деп жазылады. 5-ші жаттығу, өлеңді жатқа жаз. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешен бол деу мұнысы. Өлеңнің авторы Мүбәрак Жаманбалинов. Атасы құлақты не үшін берді? А нұсқасы, жақсы сөзді тыңдасын деп. Жақсы сөзді оқысын деп. Б нұсқасы, жақсы сөзді айтсын деп. В нұсқасы, жақсы сөзді жазсын деп. Бұл жерде А нұсқасы, жақсы сөзді тыңдасын деп. Шешен бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? А нұсқасы тыңдалым, Ә нұсқасы оқылым, Б нұсқасы айтылым, В нұсқасы жазылым. Бұл жерде дұрыс жауабы Б нұсқасы айтылым. Өз үйшігіңе кіргіз ойынын ойнайық. 1-ші үйшік ауызша тілде сөйлеу, 2-ші үйшік жазбаша тілде сөйлеу. Ал астында сөздер берілген, осы сөздерді үйлерге кіргізуіміз керекпіз. 1-ші жазылым сөзі бұл жазбаша тілде сөйлеу. Ал қалғаны оқылым, тыңдалым және де айтылым бұл ауызша тілде сөйлеуге жатады.
Алтыншы жаттығу мұқият тыңда. Сөйлеу мәнері кімге тән екенін анықта. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Бұл сөйлеу мәнері диспетчерге және де дикторға тән. Екінші, аузыңды аш, де. Бұл дәрігерге тән. Үшінші, ыстық самса алыңыз. Бұл сатушыға тән. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылайхан даңғылы. Бұл сөйлеу мәнері диспетчерге немесе дикторға тән. Екінші, аузыңды аш, де. Бұл сөйлеу мәнері дәрігерге тән. Ыстық самса алыңыз. Бұл сөйлеу мәнері сатушыға тән. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама Абылайхан даңғылы. Бұл автобустарда кондукторға тән. Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба деген сөйлеу мәнері бұл аналарға тән. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Бұл сөйлеу мәнері ұстаздарға тән. Жетінші жаттығу, мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Самат ауылдағы атасы мен әжесін қатты сағынды. Сол сағынышын тілі жеткенше айтып хат жазбақ болды. Кешкі тамағын ішіп болған соң біраз уақыт теледидар көрді де өз бөлмесіне кірді. Торкөз дәптерден 2 парақ жыртып алды. Ақ қағаздың басына сәлем хат деп жазып қойды да әрі қарай өз ойын жай күйін әңгімеледі. Халдеріңіз қалай, ата, әже, ауырмай, сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Біз де аман саумыз. Деп осылай өз дауыс ырғақтарыңызға салып оқуға болады. Және де балалар хатты әрі қарай жалғастырып жаз деген екен. Мысалы, бізде сабақ басталды. Мен сабағымды жақсы оқып жүрмін. Алла қаласа, 1-ші тоқсанның демалысында барамын деген сияқты жалғастырып жазуға болады. 8-ші жаттығу, тапсырмалар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асырылғанын тауып көр. Сөйлеу түрі мен оған сәйкес тапсырманың тұсына қосу белгісін, яғни таңбасын қой. Сөйлеу түрлері, яғни ауызша және де жазбаша болып бөлінеді ғой. Осы сөйлеу түрлерін 6-шы және 7-ші жаттығуға сәйкестендіріп ажыратуымыз керек болады. 6-шы жаттығуда біз сөйлеу мәнерінің кімге тән екенін ажыратқан болатынбыз, яғни ол ауызша болады. Ал 7-ші жаттығуда 1-ші тапсырмада хатты ауызша оқыдық, ал 2-ші тапсырмасында хатты жалғастырып жазбаша жазған болатынбыз. 9-шы жаттығу, оқы, мәтінді оқуда сөйлеудің қай түрін қолданасың. Алматы қаласынан 70 шақырым жерде Таңбалы тас деген жер бар. Таңбалы тас бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Таңбалы тастың жан-жағында сайлар, ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тас бар. Гранит тасқа таутеке, бұғы, киік, жылқы, бұқа және басқалардың кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері желбірете ту ұстаған 22 сарбаздың суреті өте әдемі бейнеленген. Мәтін аңызға айналған жерлер кітапшасынан алынған. Қарамен жазылған сөздер мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрғанына назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр. Ол мәтінде таңбалы тас және де гранит тас деген сөздер жиі қайталанған. Ол сөздерді оның деген сөздермен алмастыруға болады. Алғашқы адамдар суреттердің көмегімен сөйлеудің қай түрін жүзеге асырды. Ойыңмен бөліс, ойыңды жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ сөйлемімен баста. Жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашында адамдар бір-бірін түсіну үшін және жыртқыш аңдардан қорғану үшін тасқа әртүрлі бейнелерді қашап жазған. Солай кейін ымдау арқылы бірте-бірте сөйлеу пайда болған. Шығармашылық үзіліс 10-шы жаттығу. Сурет бойынша күзде не болатынын әңгімеле, не болмайтынын айт. Әңгімелеу үшін сөйлеудің қай түрін қолданасың?
Күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктеріне зер салып қара. Осы сурет бойынша 3 сұрақ жаз. Балалар, бұл суретте екі мезгіл бейнеленген, яғни күз және де қыс мезгілдері. Енді күзде не болады, не болмайды, соны баяндайық. Күзде сарғайған жапырақтар болады. Күн салқындайды, жемістер піседі. Күзде қар болмайды, сондықтан шана теуіп аққала жасай алмаймыз. Ал енді осы бейнеленген сурет бойынша 3 сұрақ қарастыруымыз керек. Бірінші сұрақ: қай мезгілде жемістер пісіп, жапырақтар сарғаяды? Күз мезгілінде жемістер пісіп, жапырақтар сарғаяды. Екінші сұрақ: жемістерді қай мезгілде тереді? Жемістерді күз мезгілінде тереді. Үшінші сұрақ: қар қай мезгілде түседі? Қар қыс мезгілінде түседі. Деген міне осылай 3 сұрақ қарастырып жаздық. Бұл тапсырма бойынша әңгімелеу үшін біз сөйлеудің ауызша түрінде, жазбаша түрінде қолдандық. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сол кезде алдағы шығатын сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.